Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте әдемі, жылтыр, күміс түстес браслет жасап көрсететін боламын. Мінекей, оның жасалу жолы өте оңай, және де қолыңызға таққан кезде де қарапайым көрінбейді, ерекше көрінеді. Бізге браслетті жасау үшін ең бірінші орында осындай цеп қажет, өте жіңішке болмасын, және де қатты қалың емес, осындай көздері орташа көлемде цеп аласыз, және де осындай екі басына магнит бекіткішті бекітіп аламыз. Цепті қолыңызға міндетті түрде өлшеп алыңыз, өте қатты ұзын болып кетпесін, қатты қысқа болмасын. Қатты қысқа болған кезде браслет сіздің қолыңызды қысып, жылжымай, әдемі көрінбейді. Ал қатты бос болатын болса, ол салбырап қалатын болады. Қазір біз болған моншақтарды тізгеннен соң кішкене салмағы ауырлайды. Сол кезде ол ауыр салмақпен өте бір орында тұрмайтын болып қалады. Қатты бос болса, сол себептен өзіңіздің білегіңізге ыңғайлы етіп, қатты ұзын, қатты қысқа етіп алмауға тырысыңыз. Осылай өлшеп алыңыз. Одан соң бізге осындай пин қажет. Достар, пинімізді жұмсақ болмасын, қатты ұзынның да қажеті жоқ, қатты қысқаның да қажеті жоқ. Бізге осындай кнопка тәріздесі қажет. Бұл жерде біз қазір аралас хрустальдарды алған кезімізде осылайнан өткізіп, цепқа майыстырып қадайтын боламыз. Сол кезде қарасаңыз, мінекей, кнопка секілді хрусталь тасымызда артық ештеңе көрінбейтін болады. Сол кезде браслетіміз әдемі болып шығатын болады. Менде бүгін хрустальдың размерлері 10-лық, 6-лық, 2-лік размермен жасағым келіп тұр. Сіздер менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды толықтай қарасаңыздар болады. Мен осының алдында видеода осындай жалпақ ободок жасаған болатынмын. Осы ободокқа сәйкестендіріп бүгін браслет жасағым келіп тұр. Яғни серый цвет, және де осы жердегі размерлерді бірдей етіп браслет жасайтын боламын. Ендеше мені қолдай кетіңіз, лайк басып, өз ойыңызды комментарийға қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, подписка жасауды ұмытпаңыз. Ең бірінші, достар, осылай біз кіші размермен бастайтын боламыз, яғни 2-лік размер. Осылай орнатамыз, мінекей, артық жері көрінбейді. Достар, қатты түбіне тақап алмаймыз, қатты үлкен етіп те алмаймыз. Осылайнан көз мөлшермен есептеп қарағанда сіз майыстырған кезде ілгек жасауға орын қалатындай болу қажет. Ілгекпен біз осы цепқа орнатамыз. Сол үшін бізге дәл ортасынан алсақ жеткілікті. Себебі бізде қазір хрусталь өте кішкентай размер. Шамал кішкене тағы да алыңқырайын. Ал үлкен размерлерге уже ол кезде үлкендеу етіп қалдырасыз. Мінекей, осылай майыстырамыз. Осылайна ілгек жасаймыз. Осы браслетіміздің ең бірінші цебімізді магнит бекітіліп тұр. Оған қажеті жоқ орнатып, соның жанына келіп, осылайнан орнатасыз. Көтеріп, кішкене көтеріңкіреп жапсаңыз, пинімізға домалақша етіп бекітілетін болады. Қатты пиніңіз ұзын болып қалып кетпейді. Мінекей, алғашқысы дайын. Келесісін орнатамыз. Бірнешесі орналастырып болған соң, өте шашаққа ұқсайтын браслет болып шығады. Осылайна майыстырып, достар, міндетті түрде бір цепқа 2-3 моншақтан бекітуге тырысыңыз. Сонда аралары жабық, әдемі көрінеді. Енді мен бір 6-лық размерді қосып жіберейін. Ілгегіңізде пин қатты артықта қалмасын. Мен бір цветтің көзіне
үш моншақ орналастырып жатырмын. 2 екілік, 1 төрттік размер, 6-лық.